Ол есікті өз үйіндей айқара ашып кірді. Тергеуші Марат Қайсар төс қалтасында салбырап тұрған төс белгі, ашық табанша, әйнекті кесетіндей өткір мысқыл. 4 жігіті артында тізіліп келеді, арзан былғары, одан да арзан намыс. Барым лезде тынды. Тіпті музыкада бір сұмдық келгенін сезгендей тоқтады. Марат қолымен стойканы сипап өтті, қасапшы сойылатын етті қарап тұрғандай. Әдемі жер екен, деді ол. Пайдалы да сияқты. Мен басымды изедім. Жақсы, ендеше солай қалсын. Апта сайын пайдаңның елу бізге. Біз құжаттарыңды таза ұстап тұрамыз. Әйтпесе төс белгісін түртіп қойды. Бір стакан құйып үлгермей, дәлелмен көміліп қаласың. Мен баяу күліп қойдым. Бұл қате. Ол еңкейіп менменсіп демін шығарды. Қол соғуға қарсысың ба, мықты? Сонда мен телефонымды шығарып бір номерді бастым. Марат, дедім сабырлы дауыспен. Сені бұл жерден кетуге 90 секунд. Ол күлді. Әдемі сөз екен. Бірақ 80 секундтан соң күлкісі жоғалды. Өткенді еске алу. Біз бір кездері дос едік. Бір қалада әділдік орнатамыз деген 2 жас полицей. Оның тумысы мен сезгіштігі бар еді. Менде тәртіп. Біріккенде күшті едік. Бірақ ашкөздік бәрін бұзды. Ішкі қауіпсіздік бөлімдері оның жоғалған айғақтары туралы қазбалағанда, мен оны қорғадым, файлдарды жоғалттым деп айттым. Адалдық бар деп ойладым. Жоқ екен. Ол жоғарылады, менің еңбегімді иеленді. Сыртынан құраған жемқорлық желісі құлай бастауға тақағанда мені лақтырып тастады. Пенсиямды жинап, осы барды ашқанымды білді. Елмейтінімді де білді. Сондықтан бүгін келді сындыру үшін. Алаяқтықты ашқан сәт. Мараттың аты қаланың ең ірі есірткі шетіне қатысы бар деп шыққанын алғаш көргенде сенбедім. Ол ақылды еді, із қалдырмайтын. Бірақ намыс ұсақ наңғылықты бәсеңдетеді. Ол бір із қалдырды, әйелі есебіне жасалған бір аударым, қайын жұртының атына тіркелген фантом компания, тіркелген жоғалған партия туралы. Мен үнсіз қарап, барлығын жинадым. Айлар бойы жүргізілген шоттар, жазбалар, фото, тіпті кейбір шабуылдардан хабардар досым арқылы офшор есеп шоттарды қадағаладым. Әр құжат Мараттың салған өрнегіне түгел сай келді. Әдемі, жемқор, қолы тимейтіндей. Тек кешкісін бәрі өзгерді. Стратегия басталды. Кек ашудан туындалмайды, ол жүйелі, дәл, хирургиялық болуы керек. Ашудан шыққан әрекет қатты, дауысты болып өзін әшкерелейді. Шын әділет, үнсіз, нүктелі, қажетті жерде кесетін өткір пышақ тәрізді. Мен барлық жіпті өз қолыма алғанша күттім. Құжаттар, жасырын камералардың жазбалары, полицияның бұрмаланған есебін түзеткен хатталған көшірмелер. Сосын аңға салдым. Барымның қазына апта сайын ақша түсіретіндей, тек қолма-қол төлемдерден үлкен пайда тамып жатыр деген сыбыс тараттым. Сыпайы, ашкөз полицейді тартатын күйді. Ол дәл жоспарлағанымдай қапталды. Жоспардың іске қосылуы. Мен телефон соққанда қосалқы көмекке емес, трансляцияға қоңырау шалған едім. Айдың бұрын орнатқан камералары арақ сөрелерінің артынан жасырын және жарық шамдарының ішіне бекітілген қорғалған серверге және бірнеше сенімді адамға тікелей қосылып кетті. 2 журналистке және мемлекеттік қызметтегі бір байланысқа. Бұл маған қарызын қайтарып қойды. Мараттың айтқан әр сөзі, әр қорқынышы, оның серіктерінің күлкісі, бәрі жазылды да мерзімі қойылды. Файлдар уақыт таңбаларымен тіркеліп, сенімді растамалармен бекітілді. Егер мен таймерді тоқтатсам. Оған 90 секунд бар болатын. Мен оған 80 секунд бердім. Кульминация, қарсылық, бірінші сирена сыртта жоқылықпен салып, оның ұмытқан күлкісі сөніп қалды. Ол терезеге, сосын маған қарады. Сен не істедің? Деді күбірмен. Мен сабырлы түрде құртысып бір ішімді құйдым. Мен заңсыз ештеңе істемедім. Сен туралы мұнда басқа әңгіме бар. Оның адамдары суықтай қатып қалды, белгіленбеген көліктер ғимарат қоршады. Ішкі тергеу жасағы, Internal Affairs, есікке қарап кірді, қарулары жартылай, төс белгілері айқын,
көздері тек Маратқа бағытталған. Олардың бірі менің байланысым маған тік қарады да, бір құпия ғана бас изеді. Мараттың жүзі жөлектеніп қан қумай бастады. Ол төс белгісін қарқ еткізіп басты, осы құтқарады деп ойлап. Сен мені арандаттың деп сыбырлады. Жоқ деді мен салқын дауыспен. Сен өзің арандаттың? Мен тек жаздым. Оны сол жерде-ақ қолына қолға кісен салды, дәл сол бар таяқшасына, сүйеніп тамақтанған сол бар таяқшасының жанында. Оларды алып кетіп бара жатқанда, ол артқа қайта қарады, көздері сенбей, таң қалғандай. Сен ойлайсың ба, бұл ештеңені өзгертпейді? Деп айғайлады ол. Мен вискиді іштім де, жай ғана. Бұл бәрін өзгертеді дедім ішімнен. Жасырын камералардан түскен барлық материал құқық қорғау органдарының қолына түсті, журналистерге жіберілді. Және егер керегі болса, халыққа жарияланатын болды. Мараттың бұрын сенген қолдары енді қағазға айналды, ол қағаздар оны қаптап қалды. Бәрі аяқталған соң бар қайтадан өз тыныш қалпына оралды, тек менің жүрегімде бір ауыртпалық, бірақ жеңістің салқын дәмі бар еді. Мен өзімнің барымды, өмірімді қорғанып қалдым. Мараттың желісін мен өз қолыммен шештім, әр түйінін біртіндеп шешіп, оны өз торына апардым. Ол түн мәңгілікке есінде қалатын еді, мен үшін бұл тек бір түн емес, 10 жылдықтардың қайта жазылған сауалы. Жоқ, Марат, бұнымен бәрі бітті. Шешім мен эмоцияның босануы. Бір аптадан соң бары бұрынғы қалпына оралды. Сол джукбокс, сол елес, бірақ ауа таза сезілді. Барлық арналардан жаңалық тарады, беделді детективоны ілінді. Оның серіктері тез құлады. Есеп шоттарынан шағын соғыс түзе аларлық қаражат табылды. Мен мазақтамадым, оның керегі жоқ еді. Ол маған маңызды нәрсені үйретті, заң екемді, ал дәлелдер жоқ. Кейде ең тиімді кек оқ емес, түнгі үнсіздікпен бір телефон қоңырауы ғана болады. Ол 90 секундты өкінуге толы ғұмырға айналдырады.